Мен нөмірі 68-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы А сынып оқушысы Түзербай Балтезім. Мен Ильяс Есенберлиннің Көшпенділер трилогиясының 3-ші бөлімі Қаһар романын оқыдым. Роман бұл тарихи деректер мен фактілердің негізінде жазылған. Мұнда Кенесарының бейнесі, оның Ресей отаршылдығына қарсы күресі жақсы бейнеленген. Осы романда 19 ғасырдағы көтеріліс баяндалады. Ильяс Есенберлиннің Қаһар романы қазақтың үш жүзінің басын қосып, біртұтас қазақ елін құру туралы жазылған. Романда тәуелсіздікті армандаған, сол арманы үшін тәуекелге бел байлап, күреске аттанған Кенесары Қасымұлы бейнесі көрсетілген. Романнан Кенесарының бостандығы үшін жанын беруге дейін барғанын көре аламыз. Осы жолда ханның қаталдығы, елінің күйзеліске ұшырауы, Кенесары дұшпандарының ұйымдастырған іс-әрекеттері, сан алуан адам мінездері көрсетілген. Кенесары ханның басты идеясы қазақ халқының дербес мемлекетін қалпына кетіріп, халқын бодандықтан құтқарып, басын біріктіріп, елді тәуелсіз ел ету мұратын көздеген сұңғыла саясатшы. Кенесарының Ақмола бекінісін басып алудың өзі халық алдында беделін арттырса, ақ патша алдында жақсы қарсылас екенін дәлелдеді. Осы тұстағы өзінің қолданған айла тәсілі мені таң қалдырды. Және сол тұста басы қара батыр да жарақат алған болатын. Сонда Кенесары тастамаңда жау қолына басы қара батырды деп жанұшыра айқай салып, өзінің бауырмалдылығы мен жанашырлығын дәлелдеген болатын. Міне осы тұсы оқырмандарға да ерекше әсер етті. Романның бастапқы бөлімінде әсер берген тұс Баянауылдағы Қаржастан шыққан Азнабай ұлы Сейтеннің оңтүстікте жатқан Қасым төре ұлдарына қосылу мақсатында қоныс аударып көш бастап келе жатқаны. Бірақ мақсатына жете алмай өкінішке орай жолда қаза табады. Оған себеп өзіне дос санап жүрген Ожардың Лебедев әскеріне ұстап берген тұсы. Осы тұста досының опасыздығына сене алмай, әттең деп тістеніп кеткен Сейтенді де халық қаһарманы деп есептеуге болады. Кенесары ханның жанындағы елім, жерім деген батырлар тұлғасы Ағыбай, Наурызбай, Иман, Бұқарбай, Наурызбай, Есенгелді деген батырлардың азаттық үшін күрескендері қатты ұнады. Және романда берілген Абылай ханның түсі туралы қысқаша баяндап келіп отыр. Осы бір түс Кенесары Сыздық баласымен байланыстырады. Абылай хан жалын құйрық жүйрік атқа мініп, Сарыарқа даласында серуендеп келе жатады. Алдынан арыстан шығады. Арыстан тұра жөнеледі. Артынан қуып, оның алдаспанымен ішін жарып өлтіреді. Оның ішінен жолбарыс шығады. Жолбарыс та қашады. Оны да өзінің аш бауырынан пышағын тығып өлтіреді. Оның ішіне көкжал қасқыр шығады. Көкжал қасқыр да тұра жөнеледі. Оны да ұстап алып ішін жарып өлтіреді. Одан шыққан қызыл түлкі. Қызыл түлкі де қаша жөнеледі. Сонда оны да ұстап алып ішін жарып өлтіреді. Ішінен шыққан бақа шаян, құрт құмырсқа, жылан кесірткелер қашпай жалын құйрық жүйрікке бас салады. Оның самауырына және жалына жапсады. Осы түсте Абылай атамыз қорқып шошып оянады. Сонда ол осы түсінің жоруын Бұқар жаудан сұрайды. Сонда Бұқар жау жалын құйрық жүйрікке мінгенің, хан тағына мінгенің, алдыңнан арыстанның атып шыққаны, өзіңнен туған бала арыстандай айбатты болады. Одан шыққан жолбарыстай қайратты болады. Одан шыққан балаң жолбарыстай қайратты болады. Одан шыққан балаң көкжал қасқырдай жүректі болады. Ал одан шыққан түлкі заманына қарай қу болады. Түлкіден шыққан ең соңғы ұрпақтарың бақа шаян, құрт құмырсқа, жылан кесіртке секілді уақтанып кетеді деген екен. Осы бір түс мені ойға салды. Сонда адамның заманына қарай қу бола бастағаныма. Романның ішіндегі ұнаған кейіпкер Кенесары ханның қарындасы Бопай ханша болды. Оның сұлулығы, өжеттілігі, батылдығы, қыз бала екеніне қарамай, елін қорғау мақсатында Уәли ханның ауылын шапқан жері өте ерекше әсер қалдырды. Оның туған жерге деген сүйіспеншілігі мені тәнті етті.
Қазақ қыздарының батылдығы осы тұста айқын бейнеленген. Мен осы романды оқи отырып, маған қатты ұнаған кейіпкер Кенесары хан. Өйткені Кенесары хан өзінің замандағы барлық батырлардың барлығын біріктіріп, жақсы жұмыс жасай алуы. Және де Кенесары хан атасы Абылай ханның кезіндегі қазақ хандығын аңсады. Сол аңсаған арманына жету үшін, өз елі үшін өзі құрбан болды. Қаһар романында ұлт азаттық көтеріліс 19 ғасырдың, яғни 1837-1847 жыл аралығында Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс сипатталады. Романда оқи отырып, қазақ еліне тәуелсіздік жайдан жай келмегені түсінікті. Романда оқи отырып, қазақ еліне тәуелсіздік жайдан жай келмегенін түсіндім. Батыр ата-бабаларымыздың өжеттілігін, ізеттілігін елі үшін жанын қиюға дейін барғанын түсіндім. Және де Ресей империясына қарсы шықты. Мен осындай батырда ержүрек бабаларымыздың ерлігін мақтан етемін. Осындай елдің ұрпағы болуына мақтанып айта аламын.